Қалайсыңдар? Бүгінгі видео фотоаппаратқа түсіріп жатырмын. Мен просто ой болып жүрді, осыны аламын ба, алмаймын ба деген сияқты. И қазір тестілеп жатырмын соны. Потом айтасыңдар ғой, стоит, не стоит деген сияқты. Бүгінгі айтатын ой, көп адамды көріп жатырмын қазір. Стористан көріп жатырмын, естіп жатырмын. Көп адамдар отношениялары құртылып жатыр. Біреу қызбен жүрмей қалған, біреу жігітпен жүрмей қалған да. Сондай бір ситуациялар болып жатыр да. Көп бақылап жатырмын, мен қарап тұрмын. Оларға қазір қиын. Қиын болып жатыр оларға. Олар өздерін андай тыныштандырып жатыр, типа осылай болу керек, значит болатын зат болды ғой деп да. Мен айтатын нәрсе, негізі сол, именно сол отношение деген андай разрыв болады ғой. Сол адамды қатты мықты қылатын. Но не всегда, когда андай сияқты ғой, андай айттым, обстоятельства ол екіге бөлінеді. Обстоятельства беріледі, потом адам решениесі бар. Депрессияға кіріп мал болу, бытшыт болу, или наоборот соны как күш ретінде пайдаланып, екінші жолға тұрып, даму жолына түсу. Типа я докажу, или қарау керек та, я докажу деген болады, в любом случае басында. Ал содан кейін проблеманы өзінен жібереді та. Если ол тастап кетсе, мені тастап кетсе, значит проблема менде шығар деп өзін дамыту керек. И дамытқан бойда сен сол отношениянның сол жерде тоқтап қалғанына потом 1-2 жыл өткеннен кейін қуанасың, что жаңа жақсы болып жүрмей қалғам деп. Неге? Потому что ол кезде саған қатты қиын болды да. Қатты қиын болды. Қатты қиын болғаннан кейін даже тек отношения емес, в любой жаман болған ситуация, сен өміріңе артқа бет қарасан, бүкіл сені осы қазір сен қандай деңгейдесің, қандай жетістікке жеттің, соның барлығына сен алып келді. Ол болмаса, мына нәрсе болмайтын еді. Сен мұндай адам болмайтын едің. Ол менің историяма тікелей қатысты, потому что менде де сондай болды. Қатты ауыр тиді, сындым, быт болды. Именно сол күнгі сол ситуация, сол отношения құртылғаннан кейін, айырысқаннан кейін айтқан кезде мені челлендж қабылдаудың, ағылшын оқудың, гитараға қатысу, любой курстарға қатысу, бүкіліне прям андай не болды, пинок болды. Мен содан бастап тұйық болуды қойдым, не өйткен кезде кітап оқытындап бастадым. Даму жолына мен сол именно переломный момент болды ғой. Соны мен аяққа бір жүрдім да, вообще өзгеріп кеттім. Адамдарға айтамын, осылай мен негізі баяғыда тұйық болдым, не болдым деп. Құмаш, сен тұйық болдың ба, қалай? Сен ол ұялшақ болдың ба, не қалай ұялшақ болдың, мен анау-мынау деп. Олар сенбейді да, потому что олар қазіргі мені біледі да, оның алдында мені білмейді. Оның алдындағы мен слишком депрессияға кіре беретін, сондай прям андай пессимисті болған шығармын ба айтқан кезде. Но не нәрсе мені мықты қылды, не нәрсе мені осы деңгейге жеткізді, қазіргі халге, қазіргі деңгейге, жағдайға мені қиындықтар тек қана жеткізген. Болған қиындықтар, разочарование дейді да, адамдар алдап кеткен кез, кептіріп кеткен кез, соның барлығы мені осындай адам қылды. И бүйтіп қарасаңдар, көп адамды қиындықтар тек қана мықты қылатын. Победа емес, тек жеңілістер адамды қатайта береді. Саған уже кейбір проблемалар саған чепуха алып қалады. Ал проблеманы, ең алғашқы проблеманы, который сезініп жатқан адам проблеманы, ол проблема үлкен болып көрінеді оған, потому что оның өміріндегі ең бірінші проблемасы да оның. Ал кім проблемаға үйреніп кетті, ол деңгей өсе береді да, левел өсе береді. Сол үшін проблеманы как точка роста деп қабылдаңдар. Опа, өсетін уақыт өсетін кез келді деген сияқты. Андай емес. Кім сені тастап кетті ма? Наоборот, соны қолдан саған сигнал, что сен қалып қойдың бір орында. Дамы деген сияқты. Или ол қалып қойып мүмкін, сен қатты өсіп кеттің да. Но оған қуану керек, что өмір сені сондай адамнан алып тастады. Бол дальше өзінен в любом случае оны ойлама, ол дамымай қалма деп. Чересчур дамып кеттің ба, дальше дами бер. Потому что дамыған сайын сенің болашақта кездестіретін адамың сенің деңгейінде болады, в любом случае. Сол үшін қорықпаңдар, ол анау мен лучше еді ғой, анау мен 3 жыл жүрді ғой, 2 жыл жүрді ғой деп. Ондай жоқ. Адам никогда мәңгі болмайды қаста. Сол үшін қандай ситуация болмасын, в любом случае сен оны сол кезде түсінбейсің по-любому. Ол кезде по-любому қиналасың, нетесің. Но
долгосрочный уақытта қарасаң, сен сол жағдайларды бүкілін рахмет айтасың. Бүгінгі айтайын деген ойым осы, просто менде жиналып қалды да, стористі уже 2-3 күннен бері көріп жүрмін, адамдардың қиналып жатыр да, тастап қояды, уже салған стористарына қарап көруге болады, кім қалай қиналып жатыр, қандай өмірде ситуация жатыр. Потому что адам сторис салғанға шамалы жеңілдейді ғой. Күшті цитаталар салып, как будто оны оқып қалды, дейді салып жүреді. Сондай кезде адам шамалы облегчение алады. Айтайын дегенім, адамдардың почти барлығы уақытша, главный не мәңгі болады, мәңгі дегенде жоқ қой, но сенмен до конца болатын тек қана өзің сен. Сенің ішіндегі нәпсің и сен. Болды, басқа ешкім до конца болмайды сенен бірге. Қандай ситуация болмасын, всегда сенен бірге болатын, ол тек қана сен. Сол үшін дами беріңдер, ешкімге қарамаңдар. Ал адамдар келеді, главное сен даму тоқтатпа, и жақсы адамдардың барлығы алдынан кездесе береді. 30-ші күн, давай, фотоаппараты қалай болды, айтып жүріңдер, давайте.